Иә достар, Абзалды мақтап жүргім. Молодец жігіт, қазақтың тарихын айтып жатыр деп, жүре берсін тиіспеңдер деп. Сөйтсем бұл жігіт барып дәрін етті ғой. Барып өзінің Франциядағы ағасына қарсы шықты. Негізі көбісінің бесіктен белі шықпай оппозиция не екенін түсінбейді да ғой. Түсінбейді. Сол кісі шығар ең бірінші қазақстанға демократия не екенін үйреткен. Жалпы шындығы келе. Кейін сол айтайын деген Абзал бауырымыз оданша жүре берсейші, сол тарихты айтып, қатесін политикаға араласып. Ол сенің шаруан емес. Қазақстандасың, соны жаман дейсің, сатқын дейсің, бірақ сен өзің жақсы білесің, кімнің сатқын екенін. Біздің олигархтардың қаншама ұрлап жатқанын барлығын білесің да. Өзің оларға еш нәрсе айта алмайсың. Жалпы қасында жүргеннен кейін сен қорқасың. Ал сен Европаға шығып, ВНЖ-сін алсаң, сен тура ойынан айнып, басқа әңгіме айтатын едің да. Сондықтан халықты өйтіп адастырмай ақ қой. Көп білетін адамды көп біледі деп мойындау керек та. Бұлай анау сатқын, мынау сатқын деп айтудың қажеті жоқ. Өйткені ертең өзің сол үшін жауапқа алынатын боласың. Қазір бір системаға сенің бір қырың ұнамай қалса, сені отырғызады. Болмаса басқа да бір қысым күшейтеді. Сол кезде сен әділеттік туралы сөйлей бастайсың да, түсінесің кімнің сатқын екенін. Бірақ қазір белгілі нәрсе, әрбір бұндай блогерлар, әрбір бұндай әртістер болсын, олар жаңағындай демократиялық партияларға, сондай белсенділерге қарсы бір нәрсе сөйлейтін болса, оларға біздің үкімет тиіспейді. Өйткені оларға ол нәрсе жағады деген сөз. Түсінесіздер ме? Міне сол үшін жұмыс істеп отыр ол.